Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай мақ қосылған бір ғана айран мен жұмыртқадан ғана жасалатын үлпіл деген керемет тәп-тәтті булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Мереке күніне қарамастан сіздерге жаңа видео арнап атқан маған шабыт беру үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Айраныңызды алыңыз, бөлме температурасында болсын. Оның үстінен ашытқы салып және қантыңызды салып, жақсылап тұрып араластырыңыз. Өйткені айранмен, ашытқымен, қантпен бірге араластырған кезде кішкене реакция жүріп көпіршіктер болады. Бізге осы да керек. Бұл біздің қамырымыздың жақсы көтерілуіне әсер етеді. Сондықтан міндетті түрде жақсылап араластырып алыңыз. Енді үстінен жұмыртқамызды қосып, және де бөлме температурасында тұрған немесе кішкене ерітіп алып, сармайымызды қосамыз. Сармайдың ыссы болуы міндетті емес, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетеді. Тек жылы күйінде, еріп тұрған күйінде болса болғаны. Енді осының үстінен ұнымызды біртіндеп салап отырып, қамыр игіп шығатын боламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз, өйткені қамырымыздың жұмсақтығына, барлығына қарай тұрып, біртіндеп салап отырып, аз-аздан қамыр илейтін боламыз. Өйткені қатты болып кетуі мүмкін барлық ұнды қосып жібергенде. Сондықтан бізге керегі жабыспалы, өте жұмсақ қамыр керек. Сондықтан аз-аздан қоса отырып илеп алыңыз. Міне осындай жабыспалы жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осыны 40 минутқа жылы, міндетті түрде жылы жерге бетін жауып, көтерілуге қойып қоятын боламыз. Міне осындай қамыр дайын болды. Көтерілген кезде, қамырды көтерілуге қойған кезде мақтың үстінен сүт құйып, плиткада сүті тартылғанға дейін мақты қайнатып алыңыз. Өзі қайнаған кезде сүті тартылып қоюланады. Сол кезде дайын болды деген сөз. Сосын суытып қойсаңыз болды. Енді осы қамырымызды өзімізге керек көлемде жайып аламыз. Яғни қатты жұқа да емес, қалың да емес етіп жайып алыңыз. Оның үстінен жаңа суып тұрған мақты барлық жеріне жеткізіп жайып шығамыз қасықтың көмегімен. Енді осы қамырымызды рулет сияқты етіп, дөңгелектеп, орап, одан кейін жіңішке етіп, булочкалардың формасын жасап, кесіп шығатын боламыз. Формамызды майлап немесе қағаз төсеп орналастырғаннан кейін міндетті түрде жұмыртқаның сарыуызын жауды ұмытпаңыз. Міне осындай керемет булочкалар дайын болды. Видео ұнаса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде пікір қалдырып, үлпіл қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.